Анау Дудабайды Өлебай дейтін продавкісі болған. Ақын өзі. Анау Дуда жолдасы дос болған. Сосын Дуда шашты қояды. Сосын шашы Дуда болып кетеді. Бұйрабас. Бұйрабас оның аты Дуда. Да. Өзі аты солай. Жоқ, Дүйсен. Дүйсен, шын айтты Дүйсен. Ол тарихи. Бірақ анау несі Дуда, сосын Дуда. Мен жас кезімде де мен шашым Бұйрабас. Сосын анау иманды болған менің әкем айтады, айналайын, мынау орыстың қызы. Анау орыстың қызының үлкен дүниесі. Анау бұл кімге Дудаға ғашық болады, орыстың қызы. Сосын Халынжи дейтін капитанға бұны Жагов, Его соған адастырды, ананы береді. Менің әкем айтатын әннің тарихы қалай шыққанын айтшы. Сосын береді. Сосын анау Мәриямның бұл жердегі үлкендігі, аны Мәриям анауын көнбейді. Беріп тұр ғой әкесі. Әкесі беріп тұр ғой. Сосын Ақмолға әкеледі, анау какой-то капитан ба бірдеменді. Соған ана береді, мынау алады да, шүгілі бағып, Дудаға жүгіріп келеді. 3 күн ба, 3 түн. Они грызутся, как собаки, дейді. Мынау ғашық. Ана кімге ғашық? Дүйсенге. Дүйсенге ғашық. Содан ана капитан ба бірдеменді, Халынжи дейді ол уақытта. Соған көнбей, мынау алады да, кімге келеді? Дудаға келеді. Дудаға мен, сен ғашық, айта алмайды. Дудаға ғашық. Негізі тарихтың. Дудаға ғашық. Сосын кейін менің әкім айтады. Ойбай, Дуда дейді. Ойбай, анау саған ғашық. Саған, ал енді кеттік дейді. Өлеңді переді сосын кейін. Дудаға содан шығады. Ананың ғашықтығы. Ананың кімге Дүйсенге деген ғашықтығы. Дуда кім? Дуда негізі. Бұл Тоқа. Біздің елдің. Тоқа. Наргешіктен жоқсыз ба? Тоқа. Дуда. Ты одно с другим не смешивай. Дүйсен Тоқа. Сосын Атбасарға бағады. Енді сосын Өлебай айтады, сен анаған, енді Өлебайды үлкен жігіт қой. Сосын айтады, сен мынада жүргенде Халынжиде жүрді ғой. Өзі қашып жүрген жігіт қой анау. Енді неге, не? Цар қайда. Соған үлкен царды. Жаман сөздер айтпасын. Соны жаңағы Өлебай айтады, сен мынау жерде Атбасарда сен жүрсің. Мына жерде бүкіл Халынжилар жүр. Бүкіл полковниктарына. Жандарымдар. Сен маған кел. Дейді, екеуі дос болып қалады. Содан бұл келеді. Сосын жаңағы Мәриям бұған ғашық болады. Бұл да ғашық болады. Ол да ғашық. Ол да ғашық болады. Мынау ғашық болған қалай? Көңілі қимаған ғой. Иә. Еке олар ұялды деген жерді көрдім, сол жерде кездеседі. Сонда ана қыз ойнақ жүргізеді ғой. Дискотека, вечеринка еді ғой. Сол жерде қыз ойнақ болған. Сонда екеуі кездесіп. Это первый источник. Истина. Содан Өлебай айтады, айналайын, сен жоласынсың ғой. Мынау қыз саған ғашық, осыны сен аласың дейді. Содан Жоқ, жалпы, мына жерде қазір Дудара айтқанда неше? 3-ме, 4-ме куплет. Негізі қанша дедіңіз соны факт? Жазған өлеңінде Пәленбай деп айтты. Өлеңдері көп, несі Дудара деген өлеңнің сөзі куплет 36 куплет болды, 35 куплет болды. Несі қалғаны, халықтың есінде қалғанда да ол уақытта компьютер жоқ, не жоқ, сонда да бірақ 3-4 куплет айтылып жүр ғой енді, 3-4 кезінде ауыз өлеңі. Құлагердің несі да сондай болған ғой? Солай болған да. Не? Ақанның құлагері сияқты бұл. Жалпы да. Соны жаңағы
Өлебай өзі пірадар кісі болған. Пірадар. Ғайбат айтпайтын, өзі пірадар. Сынықшы болған, соны. Енді ақын енді. Сосын жаңағы анау Дудар екеуі бір-бірі жақсы болған. Жолдас болған екеуі. Жолдас. Сол жаңағы Сәке екеуміз сияқты. Өлебайдың бір сөзі бар. Шіркінай Дударға. Дудар дейді, өзі де Дудар дейді. Енді дүйсен ғой. Шіркінай кімнің 5 ағасы болған. Жаңағы Марияның. 5 ағасы, сол 5 ағасына жаңағы Өлебай 5 дөнен берген екен. Не деген махаббат. Жоқ, анау келіп тұр ғой. Қызды алам деп тұр. Бұл алып тұр ғой. Қалмалы ретінде ғой. Қалманың өзінде. Сонда Өлебай 5 дөнен берген екен. Сосын мен ойлаймын, 5 дөнен қалай береді? Бұлай жазады. Ой, Өлебай сондай кедей болған, медей болған. Ол Совет үкіметінің сөзі. Бәрі кедей. Сонда менің әкім 5 дөненді қалай береді ол? Егер кедей болса. Сол анау Дима, Мима деген анау кісілерге 5 дөненді берген. Жаңағы Дудар үшін. Дудар сосын кейін менің әкіме 10 дөненді берген. Ғашықтық қайда? Ананың ішкі дүниесінің байлығы қайда? Анау 5 дөнен беріп тұр. Дудар менің әкіме 10 дөнен беріп тұр. Екесе. Екесе беріп тұр. Шындық деймін. Өйткені ол тоқа ғой. Да. О, тоқа. Беке, сосын анау бізде ауылда мұғалім болған директор, мектеп болған директор. Сағынық Байзақов ол кісі ат қошы болып жүріпті жаңа. Өлебайға ат қошы болған. Ануарбек Дүйсенбейтің баласымен бардық сол кісі ма? Жоқ, ол кісі болған жоқ. Ол кісі қайтыс болып кетті. Астанада тұрып, мынау Көктал жақта тұрған. Біз қазір айтып кетейін, ат қосшы болып, жаңа айтайын деген анау 5 дөнен 10 дөнен деп отыр ғой, соны қосайын деген ғой, анау ол кісі ат қосшы болып, жаңа халық, ол кісі сері жігіт қой енді жаңа Өлебай. Тамада асаба дейді ғой, сол сияқты болғанда жаңағы халықтың берген подаркасын, жаңа сыйлығын бір қап ұн береді, бір қап бидай береді, 5 қап бидай береді. Соны анау ат қосшы болып, жаңа арбаға салып алып, жаңа бірге жүріп, жинап алатын көрді, жаңа өркендеуге апарып береді екен жаңа. Дұрыс па, Жеке? Шындық. Жаңа кісі маған айтқан өзі. Жалпы Дударайдың тарихы. Тарихы жаңағыдай. Тарихы жаңағы анау Дүйсенменен анау иманды болған жаңағы Өлебай. Бұны Атбасарда кездеседі. Сосын Атбасарда бұл қуғында жүрген жігіт қой. Қашып жүрген жақсыны. Жандарымдан қашып жүрген ғой. Тоқалар сонда енді көнбейді ғой. Қай заманда болса сосын қорғалжына бір кісі кездескенде жолыққанда сосын жаңағы айтты, ей сен мынау жандарымдар іздеп жүр ғой. Жүр біздің ел жаққа барайық. Ешкім саған теспейді, ешкім мазаламайды деп жаңа. Сонымен сөйтіп 32 қорғал жігіттер тоқаларға күреше болып тұрған. Шебешер осы қоймайды. Шындығы. Жоқ, сонымен 32 несі бар. Содан жоқ, 32 біз 35-36 көп біледі. Содан қалғаны 3-4 ғана қазір айтып жүрген. Біз жалпы Дударай тарихын айтып отырмыз. Жалпы. Сосын әкемнің Нұржамал дейтін өлеңі бар. Нұржамал. Оны мынау кім дәстүрлі әнші. Жаңа Байбосынов. Сәлебай Байбосынов. Сол кісі соны іздеп Нұржамалды сосын Сайтан торы дейтін бар. Шайтан торы. Шайтан торы дейді. Сайтан торы, Ері тағы да оны... Жоқ, оны келесі жолы жазамыз. Мына Дударайдың тарихы жалпы осылай. Тарихы жалпы
Dudağın Naқты. naқты сол. Міне, нақты Нақты осы сол. кісі міне. Факт. Факт сол. Тоқтатыңыз. Ассалаумағалейкум.